Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз тақырыбындағы кітап көрмесімен таныс болыңыздар. Сыбайлас жемқорлық деген параға сатып алу, пара ретінде коррупция деген латын сөзін алып, анықтауға мүмкіндік береді. Рим құқығында сондай-ақ коррумпайр деген түсінік болған. Ол жалпы сөзбен айтқанда сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, параға сатып алу деген түсінік берген. Құқыққа қарсы іс-әрекеттерді білдірген. Орыс тілінің түсіндірме сөздігі сыбайлас жемқорлықты пара беріп сатып алу, лауазымды адамдардың, саяси қайраткерлердің сатқындығы ретінде сипаттайды. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заңы сыбайлас жемқорлыққа келесідей анықтама береді. Ол мемлекеттік міндеттерді орындайтын адамдар, сондай-ақ соларға теңелген адамдар өздерінің лауазымды құзыреттерін және онымен байланысты мүмкіншілікті немесе өз құзыреттерін басқаша пайдаланып, мүліктік пайда алу үшін заңмен қарастырылған мүліктік жайлылықты және артықшылықты қабылдау, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалармен аталмыш жайлылықты және артықшылықты оларға заңсыз беруге, осы адамдарды парамен сатып алу. 2001 жылы Мексикада Біріккен ұлттар ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясына қол қоюға арналған дүниежүзілік конференция ашылды. Біріккен ұлттар ұйымы 2003 жылы 9 желтоқсан күнін халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күн деп жариялады. Құрметті оқырмандар, біздің кітапхана қорымыздағы сыбайлас жемқорлыққа қатысты кітаптарымызбен таныс болыңыздар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы Қазақстан Республикасының заңы Алматы юрист баспасынан 2009 жылы жарық көрген. Бұл басылымда Қазақстан Республикасының 2 шілдедегі 1998 жылы номер 267 сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңы енгізілген. Парақорлық үшін қылмыстық жауаптылық Алматы Қазақ университеті баспасынан 2005 жылы жарық көрген. Оқу құралында парақорлық құрамына қылмыстық, құқықтық және криминологиялық талдау жасалған. Осыған орай сыбайлас жемқорлықтың ұғымы, оның қылмыстық, құқықтық көрінісі, парақорлық пен сыбайлас жемқорлықтың өзара байланысы жазылған. Сыбайлас жемқорлықты қылмыс құрамында көзделген бағалылық белгілері Астана баспасынан 2012 жылы жарық көрген. Оқу құралы сыбайлас жемқорлықты қылмыс құрамында көзделген бағалылық белгілерінің түсінігіне, түрлеріне және олардың дұрыс қолданылуындағы қылмыстық құқықтық мәніне арналған. Құрметті оқырмандар, әрқашанда адамдық жақсы қасиеттерді сақтап, мақсат нәтижелерге өз мүмкіншіліктеріңізбен жетуге тырысыңыздар.